рахмет. Құлагер поэмасы оқырманға қандай рухани әсер береді? Құлагер менің жүрегімнен туған туындым. Бұл жай ғана поэма емес, бұл әділетсіздікке қарсы жан айқайым, қазақтың бір дәуірінің бейнесі. Менің жырым шындықтың дауысы. Құлагер құлағанмен қазақтың еркін рухы өлмейді. Бұл поэма сол еркіндікті аңсаудың белгісі. Негізгі оқиға арқада Еременді мекен етіп, 94 жасқа келіп, дүниеден өткен Сағынайға берілген астан басталады. Асқа ел-елден Ақан сері Қорамсаұлы сияқты мықты сал серілерді, оның дүйім жұртқа әйгілі жылқысы Құлагерді бәйгеге қосуға шақырылады. Ақан серінің құлагерін көріп, жүрегі жануардың қай жағында деп таңданыс білдіріп, алғашқыда бітіміне көңілдері толмайды. Кейін құлагердің бабы мен сынын Күренбай сыншы тап басып айтады. Бәйгеге 1300 ат қосылып, жырмасына ақын Ілияс Жансүгіров сипаттама береді. Бәйгеге атақ пен даңқ өзінікі ғана болсын деген батыраш өзінің жүрегі көк тұйғынды қосады. Бәйгеде адам сенгісіз оқиға орнайды. Кекшіл батыраштың жасаған қастандығы Ақан үшін орны толмас қайғыға айналады. Құлагерге тұзақ құрылып, Ақанның жан досына лақтырылған айбалта Ақанның тағдырына түскен қаратамба секілді болып табылды. Құлагер шапшытқанда көкке қанды, тек бала шыр-шыр етіп аттан салды. Жоқ болды ақ боз атты қара киім, тұйғын көк шыға шауып кете барды. Поэманың шешімі рухани дағдарысқа ұшыраған адамдар бейнесі. Батыраш сынды қара ниетті жандардың біздің қоғамымыздың ілгерілеуіне кедергі келтіргені туралы сипатталады. Оқиға соңында адамзат баласынан көңілі қалған, қоғамнан алыстап, жалғыз өмір сүруге бел буған трагедиялық шешім орын алады.